Саламатсыздар ма? Мен 9 сынып оқушысы Қалдыбаев Абылай Еркебұланұлы. Жобамның тақырыбы English by Examples, немесе мысалдар арқылы ағылшын тілін үйрену. Жобамның өзектілігі: ағылшын тілінде мысалдар ретінде кітапшалар жасап, оны бизнеске айналдыру. Жобамның мақсаты ағылшын тілін үйренушілерге қазақ жазушыларының мысалдарын ағылшын тіліне аударып, оны кітапша ретінде жасап сату. Жобамның негізгі идеясы: кітапшалар сериясы. Әр кітапша Ахмет Байтұрсынұлы, Абай Құнанбаев атты танымал қазақ жазушыларының мысалдарына арнап жазылады. Кітапша 5-10 жас арасындағы балаларға арналады. Оның ішінде мультфильм арқылы, комикс арқылы жасауға да болады. Әр бөлімде арнайы тапсырмалар, түсіндірме суреттер және ағылшын тілінен қазақ тіліне аударған аудармасы да болады. Практикалық бөлім оқушылар, студенттер және өз бетімен ағылшын тілін үйренушілерге өте тиімді әдіс. Оның онлайн нұсқасын да сатуға болады. Кітапша қысқа және түсінікті болып тиімді болады. Оның ішінде Абай Құнанбайұлының Шегіртке мен құмырсқа мысалы, The Ant and the Grasshopper. Келесі, Ахмет Байтұрсынұлының Екі шыбын мысалы, The Flies. Келесі, Ахмет Байтұрсынұлының Қара бұлт мысалы, The Dark Cloud. Келесі, Ахмет Байтұрсынұлының The Swan, The Pie and the Crowfish мысалы. Келесі, Ахмет Байтұрсынұлының Қасқыр мен қозы мысалы, The Wolf and the Lamb. Және әр кітапшаларда инфографика, иллюстрация және қосымша жаңа сөздері болады. Және мен сіздерге мини мультфильмдер жасап, соны сіздерге ұсынамын. Әр кез келген тақырыпта кітапшалар мен мини мультфильмдерді жасап бере аламын. Монетизация, яғни табыс көзі. Физикалық кітапшалар шамамен 1,5-3,000 теңге арасында болады, бір данасы. Және онлайн нұсқаны PDF жазылым немесе жеке сатып алу арқылы сатуға болады. Кейін аудио нұсқалар және видео сабақтар қосамыз. Даму мүмкіндігі: басқа креативті ұстаздармен байланыс жасау және грамматика, speaking, idioms, business English сияқты тақырыптық серияларды дамыту арқылы сіз өзіңіздің ағылшын деңгейіңізді көтере аласыз. Сонымен жобам аяқталды. Назарларыңызға рахмет. In the dry land and gave water to thirsty plants and crops would rise, you'd help so many people. What's the use of raining over the sea that already has so much water? Work together to move a heavy cart to a better place. Let's lift it high, up by a sparkling lake. The river is my home. On a sunny branch so high, pulling heavy hay all day, strong ox worked hard. But on its horn sat a tiny fly. Want truth. He wanted a reason to attack. Guilty or not, I decide. The weak may speak,